Барлықтарыңызға сәлем. 25 желтоқсан күніне болжам. Бүгінгі күнде шаш қайдыруға өте жақсы күн, жұмыста көтерілу болуы мүмкін, либо қосымша ақша келеді деп көрсетеді. Және бүгін ит жылы туылсаңыз, либо октябрь айында туылсаңыздар стресс, бадзи картаңызда ит бар болатын болса, және ұлыларға да стресс деп көрсетеді, сәл, шапқылап жүгірумен. Енді бүгінгі күн земля ең белгісі ақша шығаратын күндеріңіз, өйткені сіздерге двойной грабитель келіп тұр. Либо сіздер ақша шығарасыздар, бір жағынан ақша да келуі мүмкін. Земля инге двойной грабитель болғанда, ол екі есе жұмыс жасағанын шығару да бар, ақша келу де бар. Бірақ тек земля ин ғана ақша шығарады деп айтпаймын. Енді базада оқығандар сіздер білесіздер. Бүгін кім үшін ақша шығаратын айтамын. Әсіресе двойной грабитель келген кезде сториске шығамыз, стористен көресіздер. Енді бүгінгі күн тілектеуге өте жақсы күн. Бүгін қыздарға бөлістің бір супер активациямен, соны міндетті түрде жасауларыңыз керек, өйткені 25-і вообще супердің супер күні болып тұр тілектеуге. Егер де активация топта жоқпын дейтін болсаңыздар, 15:35-тен 17:00 аралықта арқаңызды үйге қаратып тілектелесеңіздер, хотя бы осыны жасаңыздар, тілектеріңіз, именно ақшаға қатысты тілектеріңіз міндетті түрде орындалады. Және бүгін барлық белгіге кредит алмаңыздар, кредит, ипотека, кредит мәселесі, қарызға ақша сұрауда, өйткені ұзақ қайтаруларыңыз мүмкін, қиналып қайтаруларыңыз мүмкін. Және сот ісін бастамаймыз, біреуге арыз жазбаймыз, өйткені бұл да ұзаққа созылуы мүмкін, өзіңіз шығындалуыңыз мүмкін. Шыққан жылғы болсаңыз, немесе декабрь айында туылсаңыз, январьдың 4-іне дейін бүгін сіздер миыңызбен жұмыс жасап, либо қолмен жұмыс жасап, жақсы ақша табуларыңыз мүмкін. Главное сол мимен, либо қолмен жұмыс жасасаңыз, білімділігіңізді, қолыңыздан келетініңізді көрсетіңіз, сол кезде сізге жақсы ақша келеді деп көрсетеді. Сиыр жылғы немесе барыс жылғы болсаңыз, немесе январь айында туылсаңыз, либо февраль айында туылсаңыз, марттың 7-сіне дейін сіздер бүгін барынша еңбектенесіздер, үйге қатысты бір мәселелер шығады, жүгірулеріңіз мүмкін. Бірақ бүгін денсаулыққа қара. Именно еңбектеніп ақша табуға жақсы күні, бірақ балдардың да денсаулығына қарау керек, өзің де денсаулығына қара деп көрсетеді. Сондықтан 9-шы периодта либо жұмыс, либо ақша 26-шы жылда таңдаймыз деп жатыр ғой. Главный денсаулық. Қоян жылғы болсаңыз, немесе март айында туылған болсаңыз, бүгін тез-тез жасала қойма, тез-тез бола қойма деген сияқты бір жұлдыздар тұр. Асықпаймыз, күйіпіспеңіздер, шашамаңыздар. Бірақ бүгін ақша түсет күннің соңына қарай. Бір жағынан балдардың денсаулығына қарай шығындалуыңыз мүмкін, денсаулығыңызға да қараңыздар, баланың денсаулығына. Бірақ ақша табуға өте жақсы күн. Өздеріңізді сол тез-тез болмады, либо тез-тез жасамады, либо сізге айтуы мүмкін тез-тез жасамады деп. Сол жағынан шашатпасаңыздар болды. Ұлы жылғы болсаңыз, жылан жылғы болсаңыздар, либо апрель айында туылсаңыз, либо май айында туылсаңыз, июньнің 7-сіне дейін сіздерге арналады. Бұл бүгін білім жұлдызы келіп тұр. Білімділігіңізді, балдардың біліміне қарайсыз ба, өзіңіздің білімге қатысты бір мәселеге қарайсыз ба, оқимын, либо тағы бір қосымша оқып алсам бекен деген сияқты. Бірақ әдемілікке қатысты көп ақша шығарып қоймаңыз, өйткені осы декабрь айы көп той болды, көп ақша шығару болды, әсіресе балдарыңызға ма, тойға ма. Енді бүгін сол әдемі болсам екен деген сияқты нәрсеге көп ақша шығарылып кетуі мүмкін. Соны абайлаймыз. Ол керек па, кейін пайдаланасыз ба, пайдаланбайсыз ба, бір күн тұра тұрыңыздар, сосын ертең ойланасыздар. Именно ұлы жылан жылғы әйелдер бүгін өте сондай бір кеше ұрсып қалдың, либо сенің косягың бар еді деп күйеулеріне сондай бір ақша алып, осындай бір ұрсып қалғанның кесірінен ақша бер маған, мен осындай әдемі киім алам, косметика аламын деуде мүмкін. Бүгін сондай бір королева сияқты сондай болуы мүмкін, әсіресе осы белгідегі әйелдер. Бірақ бір жағынан айтуы мүмкін, мен сондай ақылды балдар туған кім, әсіресе ақылды қыздар туған екем деген сияқты. Сондықтан күндеріңіз сәтті өтсін. Жылғы болсаңыз, немесе июнь айында туылсаңыз, шілденің 7-сіне дейін сіздерге бүгін той шығып тұр, либо бір жерге барып қыдырып қайтасыздар ма, либо балдарыңызбен қыдырып қайтасыздар ма, либо үйге қонақ келе ма. Бірақ бір жағынан денсаулыққа да қара, бір нәрсеге ұшынып қалма, ЖКТ проблемасы да болуы мүмкін. Балдардың көзін абайла, өзің денсаулығың, жүрек, ЖКТ проблемасын абайла. Және тұмау сияқты белгі көрсетіп тұр. Бүгін тұмаудан да абайлаймыз. Әсіресе бізде осы сезон кірген кезде мына желке, мынау белінің тұсы және тобықтың үсті ашық тұрмау керек. Қатты салқын тиеді. Дәл осы қазіргі уақытта энергия сондай.
Енді бүгін той, қыдырыс деп жатыр қой. Күйеуіңіз ары қарай қыдырып кетпесін. Бүгін үйде отырасын деп айтыңыздар. Жігіттерге де солай. Бүгін көп қыдырып кетпеңіздер. Бастарыңызға проблема тауып алуларыңыз мүмкін. Қой жылғы, мешін жылғы болсаңыз, немесе июль айында, либо август айында туылсаңыздар, я сентябрьдің 7-сіне дейінгі аралықта сіздерге бүгін жақсы еңбектенетін, еңбектің жұлдызы, недвижимостьке қатысты жұлдыздар, мамаңызға қатысты жұлдыздар келіп тұр. Я мамаңызға қатысты шығындалу ма, либо недвижимость, машина, үйге қатысты шығындалу болуы мүмкін, либо документтермен жүгіруіңіз мүмкін. Я әсіресе осы белгідегі әйелдер бүгін ашушаң болуы да мүмкін деп көрсетеді. Бірақ эмоцияның кесірінен осы ай негізі тілге абай болу керек деп көрсетіп тұр. Бүгіннің күннің өзінде сол эмоцияның кесірінен біреуге бір нәрсе айтып қалып тілмен проблема болып отпаңыздар. Және тоқтан, оттан абайлаймыз. Тауық жылғы болсаңыз, немесе сентябрь айында туылған болсаңыздар, бүгінгі күн бір зат ұмытып кетуден, затты тастап кетуден абайлаймыз. Ұмытшақтық болуы мүмкін. Және бүгін тілге абайлаймыз. Сол тілдің кесірінен сәл өріс-керіс болуы да мүмкін деп көрсетеді. Және металл заттан, әсіресе аяққа, металлдан саусағыңыз, аяқ башпайларыңыз абайлаймыз. Қолдың, аяқтың башпайларын абайлаймыз бүгін. Темірден әсіресе күндеріңіз өте сәтті өтсін. Ит жылғы, доңыз жылғы болсаңыз, либо октябрь айында, либо ноябрь айында туылсаңыз, декабрьдің 7-сіне дейін сіздерге арналады. Бүгін тілек тілеңіздер, тілектеріңіз міндетті түрде орындалады, періштелеріңіз қасыңызда. Любой, әсіресе ақшаға қатысты тілек деп жатыр қой, ақшаға қатысты тілек тілесеңіздер жаңағы айтылған уақытта. Енді бүгін үйіңізде, үйдің үлкені кім? Үйіңізде, отбасыңызда үйдің үлкені кім, соның денсаулығына қарау керек. Және әйелдерде де денсаулықтарыңызға қарауыңыз керек. Бала көтеру жағы, либо проблеманы менструация жағынан сондай проблема болуы мүмкін. ЖКТ, ер адамдар, әйел адамдарға және әйел адамдарға осындай женский жақтан шамалы бүгін ауырсыну болуы мүмкін. Денсаулыққа қараймыз. Күндеріңіз өте сәтті өтсін. Тілек тілеңіздер, міндетті түрде. Бүгінгі күн әсіресе мощь активацияны жасаңыздар, активацияда топта қыздар, судың энергиясын қосып атырмыз 26 жылға. Сондықтан жіберіп алмаңыздар. Сәттілік.